Ya biliyorum. Жақсы. Хабарласам. Ай, Испарганов, кел. Бүгінгі пресс-конференцияның аса маңызды екенін білесің ба? Әлгі Астанадан телефон соқты. Бүкіл ел жұрт жиналатын пресс-конференцияға сияқты екеумар ұятқа қалмайық дейді. Қане Испарганов, не бар? Мінеки қажына қатыш, мынау Ивановтың ісі. Қай Иванов? Баяғы Сашка Косой ба? Дәл өзі қажына қатыш. Осы мен үшінші рет ұсталдым отыр. Бұл қоймай. Өйткені наркомания деген бұл дерт, ауру, емі жоқ кезір, тағы бар. Мына екі жігіттің асқазанынан 200 грамм апиын алды. Көрдің ба? Біреуің асқазанына барғанда жанып кеткен қажына қатыш. Қазір ауруханада хал үстінде жатыр. Хал үстінде дейсің, бұл көрдің ба? Өлуге бар. Алуға күнуге жоқ бұл иттерге. Айтасыз. Булатова Фатима. Тәжікстан азаматшасы. Тәжікстан Новосибирск пойызында қолға түскен. Қажына қатыш. Есірткіні қайда тыққанын білесіз бе? Ал қайда тығып? Сіз ойлағандай емес. Әлгі анау баланың резинки ойыншығы бар ғой. Соның ішіне салып, шошқаның торайына жұтқызған. Тапқыр ғой, тапқыр. Бұлардан қулық аспайды ғой, қулық аспайды. Жарай, жалғастыр әлі. Мына жігітті шу станциясында есірткі тасымалдап бара жатқан жеріне ұстық қолға түсірді. Жас 21-де, ұлты қазақ. Қазақ деймісің? Жап-жас басымен осыларға не жетпейді екен? Да, бұл наркомания деген тек жалғыз қазақтарды емес. Бүкіл дүние жүзін жаулап алған дерт. Індет. Емі жоқ кесел. Бұдан қалай құтыламыз, Испарганов? Қалай? Бұл аурудан қалай құтыламыз? Сәуле, пресс-секретарь қайт. Бүгін пресс-конференция Алматыда барлық телеканалдардың журналистер түгел келетін болсын. Жақсы. Ұмыт бар едігім. Ресейдің ортасына міндет түрде келетін болсын. Жақсы. Давай. Да, Испарганов. Бұдан қалай құтылам. Испарганов, сен осы баланы жақсылап тұрып дайындашы. Генералдың көңілінен табылатындай қылып. Пресс-конференцияға салып, ел жұрттың алдында абыройдан жұрдай қылып, сілікпесін шығарайық. Мұсапіля, өз ұлтына, өз қазағына қастандық жасаушы жендет. Өз ұлтына қастандық жасаушы. Испарганов, біздің қазақты түп тамырымен құртатын, құбызық қауыптың не екенін білесің бе, Алкоголизм? Жоқ! Алкоголизм 20-шы ғасырдың дерті болатын. Біздің қазақтың түбіне жететін кесел. Есірткі, наркотик. Бұл іште үңгіп жейтін, ақыл-есті тұтайтын жегі құрт. Жегі құрт. Өкінішке орай. Қажына қатыш. Сол жігіттің бас істемей ма, әлді-дәлдігі көп. Қалай бас істемей? Білмеймін. Жарайды болсын. Әйтсе де, собылан алып кеш маған. Пресс-конференцияның алдында тамырын басып көрейін. Құп болады. Сәуле, доклад қайда? Тартпаңыздар Қайжан Ахатович. Айттым ғой Қайжан Ахатович. Тұр дейін орын. Сен болсын, Испарганов. Стоп, балақай. Кет қалды, Испарганов. Иә, бала, танысайық. Атың кім? Менің атым ба? Иә, сенің атың. Менің атым Костя. Костя. Константин болдың ғой, да? Константиннің дәл өзінің ағы. Да, Константин. Константин, жасың нешеде? Жасым 1, 2, 3,
Ой, unutib qoldim ağay, unutib qoldim. Unutib turma ağay. Жарай. Жарай, Саврыч. Да, Константин. Да. Я, мектепке барып па едің? Мектепке барғам ağay. Мұғалім ağay нақұрыс неме деп төбемнен тарс еткізіп ұра бергенсің кетіп қалма. Ağay нақұрыс дейтін не? Ağay ана мұғалімді пистолетпен пух атыңыз. Жаман адам ağay, жаман. Ай, Константин. Константин емеспін ağay. Сережа. Я, Серега. Серега Константинович. О, Сережа Константинович, да? Молодец. Серега, осы қайда тұрасың өзі? Мен бе? Иә. Алматыда тұрам ağay. Сіз де қызғарамсыз ғой. Менің Алматыда тұратын делдің бәрі біледі ağay. Да. Апам біледі. Костя Да, жақсы. Апаң біледі, Костя біледі, да. Я, мен сұрайын, сен шуға неге барды? Ой, шудан басым ауырады ağay мен. Шу. Айтшы. Дегедік. Айтшы. Дегедік. Стан! Сен көп күтірма. Қайталап сұраймын. Станция шуға неге бардың? Кәне? Атама бардым. Я атаңа барды содан. Менің атам сіз білмейсіз ғой, білмейсіз. Менің атам шуда главный. Онда оны бәрі біледі. Өлгіні атам өліп қалды. Үстін топырақпен көміп жауып тастады. Ата тұрш деді. Тұрмай қойды ғой. Иә, жарайды. Ал атаң қай көшеде тұратын еді? Көше мүлдем есімде жоқ ağay. Есімде, есігін алдында қып-қызыл автобус тұратын. Қызыл светофор секілді ağay. Кісілер таласып мүлім жататын. Шоферін білесіз ağay? Үлкен нағыз Кинг-Конгтың өзіме бір. Костя, Қытай, Сергей, сен балақай көп құтырма. Все. Ұрмаңыз. Жарай, ешкім тұрма. Басым ауырып кетті. Жарай, сабыр ет. Идиот. Я, Константин, сенің қолыңда бидон болды, иә? Есіңіз түсірші, сол бидонның ішінде не бар еді? Бидон. Сұраға барғам ağay. Сұраға бар, иә? Пиво келдім ғой. Пивоны бидонға құйғызады ғой ağay. Состары көбі қандай керемет. О, боқ. Сіз сыра ішесің бе? Жоқ, ішпеймін ağay. Ішсем апам ұрсады. Арақты ішпеймін, арақ ішсің. Басым ауырама бірдеңе ağay. Бұда сен коньяк ішерсің. Кішкене берсеңіз ішіп көрерім ağay. Апам коньяк бермейді, арақ та бермейді, сыра да бермейді. Тек шай, қана шай деп шай ішіп отырамыз. Жарай, оны апаңнан сұрайтын боламыз. Чай, қана чай. О, сен өлең айтасың, ә? Кән айтып көрші? Чай. Айтам ağay. Кән чай. Қамажайды керемет айтамыз. Бәрі келді, кәні? Басында қамажайдың бір тал үкі. Иә? Ұмытып қалдым ağay, басым ауырып кетті. Басқасын айтайыншы. Кән айтшы. Кетем дейсің, кете алмайсың сен менен, шырайын алып жүресің. Стоп. Сен бұл өлеңді қайдан білесің? Кинодан, апамдардан үйреніп алғам ağay. Бәрекелді, кәні? Кетем дейсің, кете алмайсың сен менен, шырайын алып жүресің. Билеңізші ağay. Жас кезде сіздер де билеген шығарсыз. Бәрекелді, дұрыс айтасың. Кетем дейсің. Кезінде біз де билегенбіз, балақай.
Қолымдағы зат күні көрмес күйдірер сендеді. Аман сені сен көбелектен сөйлемесін, сен көрсін десіп көресің. Кетіп кете алмайсың, сен менен жыр айналып жүресің. Айтып жүректен тоқылман Қарындас, сіз сондай жақсы биледі екенсіз, а? Қыздың жақсы билеуі кавалеріне кешіріңіз, партнеріне байланысты емес пе? Кавалер дегеніңіз құлаққа жылы-жылы естіледі. Бірақ енді партнері деп тым алыстатып жібергеніңіз болмады ау, қарындас. Кавалер бар жерде дама да болу керек, ал не? Ал сіз нағыз уылжыған королеваға лайықсыз. Королева да Айтпақшы қарындас, есіміңізді білуге бола ма? неге болмасын, есімі Мәриям. Мәриям Шагоровна десеңізші. Жоқ, я Святая Мария. О, Святая Мария. Ал мен жай ғана Қайыржан. Бұйырса Қайыржан Ахатович болам. Қайыржан Ахатович деңіз. Жақсы. Мәриям, сіз жұмыс істейсіз бе, оқисыз ба, немен айналысасыз? Жоқ, мен жай ғана ХБК-да қарапайым ғана тоқымашымын. Тоқымашы? Ал мен сынып 15-ші қатарындағы құрылысшымын. Жай ғана жұмысшымын. Жұмысшымын деңіз. Иә. Құрылысшымын. Құрылысшымын. Қандай жақсы. Қазір бір минут ұстады. Бір минут. Мария, Мариям тезден. Мария, былай істесек қайтеді? Екеуміз жатақханаға барайық. Менде жатақханада жарты бөтелке шарап бар. Демалайық. Бүгінгі кешімізді жалғастырайық, қа? Неге? Заң бар. Қандай тамаша. Жан бар! Мариям, су боласың? Жоқ. Ештеңе етпейді. Андағы әдемі киімнің су болады, Мария. Ештеңе етпейді, жылы хан бір ғой. Айттым ғой. Одан да екеуміз жатақханаға барайық, демалайық, бүгінгі кешімізді жалғастырайық. Ал ертең андағы киіміңді кептіріп, сені шығарып салам. А? Кешір. Мен сені мүлдем жеңілтек қыз екен деп қалдым. Егер қаласаң, мен сені шығарып салмай қойын, таксиге салып жіберейін. Мен кейбіреулерге еріктеп, оқыс қимыл жасап, артық кетсем, кешір. Шын айтам. Кешір. Бүкпеңші тізеңіз. Ер азаматсыз ғой. Шын айтам. Мәриям, білесіз бе? Менде өткен түнде
бір түсініксіз жұмбақтау жағдай болды. Енді жұмбақтау дегенде жүрегім өз-өзінен қобалжып, бір түрлі елігізіп, түні бойы ұйықтай алмай шықтым. Білесіз бе? Мен де түні бойы көз ілген жоқпын. Көңілім елегізіп, әлденені күттім. Мен де көп жұлдыздардың ішінен өз жұлдызымды іздедім. Таптыңыз ба? Нені? Жұлдыз ба? Қалай едіңіз? Ал сіз жұлдыз болғыңыз келе ме? Кімнің? Менің. Әрине болғым келеді. Олай болса әрі қараңыз. Бұлай? Тек бері қарамаңыз, е? Тек бері қарамаңыз. Мария, тоқтаңыз! Қарындас! Мария! Кетем дейсің, кете алмайсың сен менен, шырайын алып жүресің. Ағай, билеңізші, сізге би ұнамай ма ағай? Кетем дейсің, кете алмайсың сен менен, шырайын алып. Ақымақ, артист сымақ. Сенің кім екеніңді кірген кезден білгем. Клоун. Байқаңыз, полковник. Исуасыз неме. Сен мені алдамақшысың, ә? Мына мені. Көрсетем мен саған алдағанды. Қол жұмсағаның үшін жазаға тартыласыз. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабына сәйкес. Тоқтат. Тоқтат, сен сияқты алаяқтардың талайын көрген. Талайын тәубесіне келтірген. Қылмыстық кодекс менде сейсің бе? Сендей бау көспес сұмырайларды бұғаулайтын кодекс менің құзырымда. Қателесесіз, полковник. Сіз презумпция невиновности дегенді білетін боларсыз. Бірақ дәл қазір ұмытып тұрсыз, е? Сіздің маған қол көтеруге қандай хақыңыз бар? Қылмыстық кодекс сізге қару болса болмаған. Қалқан. Адвокат қайда? Адвокатым келмейінше сіздің менен жауап алуға хақыңыз да, құқыңыз да жоқ. Тоқтат бұлшылды. Тағы да қателестіңіз, полковник. Мен ерікті адам. Менің жазықты не жазықсыз екенімді тек қана сот шешеді. Сот, көке. Оғандай мен қылмыскер емес, лишь задержанное лицо. Яғни ұсталушы ғанамын. Түсінікті ме, полковник мырза? Сіз енді осылай сайрай бастадыңыз ба? Осылай сайрай. Ал енді мен тыңдаңыз, полковник. Біріншіден, сіз маған қол көтердіңіз. Бұл әрекетіңіз денсаулыққа әдейі, қасақана жеңіл зардап келтіру деп аталады. Қылмыстық кодекстің 105-ші бабына сәйкес жазаланады. Тіпті статьяны жатқа соғамын де. Ары қарай тыңдаңыз, полковник. Атым Нұрбақыт. Нұрбақыт Оралович. Фамилиям Бапин. Ал Бапин сізге таныс емес пе? Қандай өкінішті. Мен екінші Бапин. Яғни Ақжол Оралович Бапиннің ұлымын. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының ұлы болам. Сенбесеңіз тексеріңіз. Папамның Астанадағы мобильный телефоны 8777-20-000-39. Ал қабылдау бөлмесінікі 11-31-70. Қанекей көке, жүрегіңіз даураса папама телефон шалыңыз. Неге бөгілесіз? Әлде мен звондайын ба? Сен, кешіріңіз, сіз кімнің баласы болсаңыз, оның баласы болыңыз. Құдайдың баласы емес шығарсыз. Сіз өздерің айтқанда жаңағы задержанный ұсталған адамсыз. Ал мынау Пака! Менің кабинетім! Пака сіздің кабинетіңіз. Аяймын сізді, полковник. А мен ешкімді аямаймын. Азамат Бапин, ешкімді! Мен ешкімді аямаймын.
Сізді бағалда капитан Денис пен Нисан Хасен қолға сүрген. Қолыңыздағы бидомен. Мынау соның қатшамасы. Мынау сіздің бастиған қолыңыз. Мынау сіздің суретіңіз. Ампаси профиль. Яғни қырғызбен қарсы отырған түріңіз. Мынау саусақтарыңыздың таңбасы. Отпечатки пальцев. Ал мынау. Судмед экспертизаның қорытындысы. Солған сызмасымен салынғансыз. Бидондағы сүттен есірткі табылған 200 грамм анаша. 200. Бәрі рас, полковник. Бәрі рас. Суреттегі де өзім. Қолда, таңбада менікі. Бірақ сіз тағы да қателестіңіз, полковник. Бидондағы сүт емес, қымыз бұл. Какая разница? Доғарыңыз демагогияны. Есірткіні кімнен алдыңыз? Қайда бара жаттыңыз? Мен сізге айтқызам, күштеп айтқызам, Азамат Бабин. Күштеп! Бесполезно, полковник. Сіз бар ғой? Сіз ешқашан генерал бола алмайсыз. Есіңізде болсын, тергеушінің һәм басқа адамның айыпталушыға күштеп жауап бергізуін білесіз бе? Қылмыстық кодекстің 347 бабының 2 пунктіне сәйкес 3 жылға дейін бас бостандығынан айыртады. Темір тордың арғы жағынан өзіңіз сығалап қалып жүрмеңіз. Қайталап сұраймын, сүтке салған есірткіні кімнен алдыңыз? Қымыз деңіз, полковник, қымыз! Қымызды мен сондай ұнатам, ұнатқандықтан қымызды шу вокзалындағы дәуғарын келіншектен бидонымен қоса сатып алған. Ал есірткіні оның ішіне кім салған, мен қайдан білейін? Көріпкел, экстрасенс, немесе вангенес. Жоқ салған сен, сіз, Нұрбақ Туралович, сіз. Салған сіз. Міне кәп қайда. Сіздер есірткіні өздеріңіз салып, мен емес, менің папамды подставить етпейсіздер ғой, а? Ал мен қорқпайым. Мен неменеге қорқам? Мен егемен елдің еркін азаматымын. Сіз енді өстіп сес көшете бастадыңыз ба? Сонда немене? Әкесі министр болса, баласы емін еркін қылмыс жасай беру керек пе екен? Стоп, полковник, стоп. Сіз менімен бұлай сөйлеспеңіз. Папамның бұған ешқандай қатысы жоқ. Басқа. Папамды кінәламаңыз. Мен сіздерді кешіргенмен, папам кешірмейді. Есіңізде болсын. Мүмкін сіз істердің барлығын жауып тастарсыз, өзіңізге өзіңіз пәлетлеп қайтесіз, полковник. Жарайды, не де болса көніп алдым. Әкеңнің мобилін істемейді ғой. Істемесе әкеміз президент тұтқан шығар. А мүмкін аса маңызды бір совещание өткізіп жатқан шығар. Сіз қоңырау шалады екен деп қол қусырып қарап отырмай, біздің әкеміз. Сөйле. Мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысымен қош. Астана мен бе? Арина Астана. Жақсы. Ержан Ахатович, қауіпсіздік комитетінің қабылдау бөлмесі.
Ай, балақай, мына мені алдамақшысың, мына мені. Жамалағаң, полковник дәрежесінде бекерден-бекер жеткен жоқ. Талай бандит қарақшылармен, анархистермен, наркомандармен, рецидивистермен айқасып-шайқасып жүріп алғам. Сондықтан мен ешкімнен ештеңеден тайса алмаймын. Ешкімнен. Сен бездарный артистчиксің. Мына мені алдамақшысың, Ай, балаға. Артистчик, артист, ай, артист. Сонымен шын әкеңнің атын айт. Шын! Мен саған айтсам, күштап айтқызам. Мен сенің әкеңмін. Мен танытам. Әкеңді танытам. Атың кім? Нұрбақыт. Рас Нұрбақыттың ағай. Фамилиям Оспан. Қайда оқисың? Заң академиясы. Арамдық, жалғандық, қылмыс атаулымен күресетін болашақ заңгермінде. Сенің сөзіңмен ісіге бөлек, сығана оқуың анау. Есірткін кімге бармақ едің? Білмеймін. Аты жөні? Фамилиясы! Мекен жайы! Дәл шын атында фамилиясын да білмеймін. Шуға неге бардың? Қайбір барайын деп барып ем, ақша сондай қажет болып Ақша бәрімізге де қажет. Бірақ ақшаға бола қылмысқа бару, ол тек жыртқыштыққа қасиетсіз. Ақша. Кәні қолыңды білегіңді көрсетші. Мәңіз ағай. Мәңіз ағай. Тап-таза. Есірткіні кімге апармақ едің? Қанша келісіп едіңдер? $500. Ағай, шешем ауру, қан рак, лейкоз, қанша өмір сүрер белгісіз. Ағай, мен бір-ақ күнге босатыңызшы, өтінем. Көрінген қарақшыны шешем ауру дегенге босата қоятын ақымақ тапқан екенсің. Подлец! Хайуан! Өз ұлтына, өз қазағына қастандық жасаушымен көрсетмен подлец деймін, қасиетсіз! Өз ұлтына, өз қазағына өлім төгіп, өлім таратып жүрсің ғой, қасиетсіз! Өз қазағына, өз ұлтына қайтып қалай? Мен сен бүгін пресс-конференция салам. Телевизордан өтетем, бүкіл ел жұрттың алдында қарабет қылам, қасиетсіз. Өз ұлтына. Сәуле, Оспанов Нұрбақ заң академиясында оқитын анықта. Оқитын болса дереу декан пресс-конференцияға шақырдыңыз. Жақсы. Маған сапарды қош. Қазір. Сапар тыңдап тұр, қай жана? Сапар келесі жоспары. Қаладағы бүкіл вуздардың проректорларымен кездесуі. Тақырыбы? Қалай енді? Есірткі және студент жастар. Құп болады, Қайжан Ахатович. Сапар, мұның шешесін алдырдыңдар ма? Жоқ, әлі алдырмадық. Алдырсаңдар, қашан күтеміз? Құп болады, Қайжан. Өз ұлтына, өз қазағына өлім төгіп жүрсің ғой. Мен сен бүкіл ел жұрттың алдында бетіңді айғыздай қылам, қасиетсіз. Маған не жасасаңыз да бәрібір. Тек қана ана теледидардан көрсетпеңіз шақыр. Көрсеткенде қандай? Шешеңмен қосып қосақтап көрсеткізем. Көрсететін болсаңыздар, онда мына жерден тірі шықпай. Өлмейсің! Сен сияқтысың, ешқашан өлмейді. Сен сияқты шұбыралар өліп бітсе, жер бетіне шұба құрнап, бол үсте босырға жұмыс қалаған, заман болар еді. Амал қанша. Не? Министрдің орынбасары. Өлім дейді ғой. Қасиетсіз.
Асеке. Ой, Асекем ай. Қайда дейсіз? Департаментке дейсіз бе? Ой, Асекем ай. Алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Екеу ғой. Я, екеу. Екеу де қыз. Ұл жоқ менде, ұл жоқ. Асеке, маған екеуі де жетеді. Я. Үлкенім Меруерт Англияда оқиды, я. Асеке, бәрі сіздің арқаңыз ғой. Я. Рахмет сізге. Сау болыңыз, Асеке. Сау болыңыз, аман болыңыз. Ай, Асекем, ай, бұл жақсылығында қалай өтер екем, департамент, Астанаға. Ай, Асекем. Ағай. Не? Ал. Я, Сольман аты жөнін айтшы маған. Есірткіні кімнен алдың, қайда бара жаттың? Тыңдаңызшы. Сіз үлкен қызмет етесіз. Я? Бірдеңе сезсем, дәрежеңіз тағы өсейін деп тұрар шамасы. Құттықтаймын. Жарайды. Ағай, 22-ге келгенше ешкімнің алдында тізе бүгіп ант түспемен. Кешіріңізші. Тұр орныңнан, тұр дейін. Ағай, сізді қайтып сендірсем екен. Мамамның қаны қарған белокрови. Бір ғана дәрі. Германияда жасалатын жалғыз препарат. Бағасы тура $500. Оның өзі бір айға жетеді. Ақша табам деп жұт түсірдім. Аула тазаладым. Күзетші де болдым. Керек десеңіз, еденде жудым ағай. Алғаным тиын тебе. Дәріге жетпейді. Содан бір күзетші алып, егер ақша тапқың келсе, наркокурьер бол деген соң, амалсыз барып ем ағай, кешіріңізші. Сен анау иінде киносын көзі жас тиынбайды, актерлардан түк аумайды екенсің. Сенің шешең ауырма, сау болған заңның қатысы жоқ. Сен өзің түрмеге итеріп отырсың. Сен заң емес. Ал бұған шешең кінәлі, шешеңнің тәрбиесі кінәлі. Шешеме. Жарайды. Кім бұл тағы да? Сәуле. Тура. Айналай сергіпсің. Кешіріңіз ағай, мен Арайкамын ғой, мен Нұрбақтың девушкасымын. Неғып келдің? Айналай қандай девушка? Ағай, кешіріңізші, оның ешқандай кінәсі жоқ, он чист, он не виновен, ағай, көтпесізден, оны жіберіңізші. Не деген бассыздық? Айналайын. Ағай, Не? мен сізді өз концертіме шақырамын. Қандай концерт? Мен скрипкада ойнаймын мен. Өз скрипкада концертке билет алып келемін. Ағай, кешіріңізші. Кешіріңізші. Жаным, мен саған гриль әкелдім ғой. Мен сені күтемін. Жаным, ағай, жіберіңізші оны, өтінемін. Жарайды. Сау бол, я тебя люблю, жаным. Люблю дейді. Құдайым ай, бұл не деген? Бұл жастарға не жоқ, бұл жастарға. Сәлем, бұна не бассыздық? Жаным, Не? саусағымды тістеп ал. Өй! Я, қажетін келіп едік. Я, сұрайын. Әкем қайда? Әкем жоқ. Не, шешең сені күлге аунап тапқан ба? Шешемен тілде Айқайлама күшік. Сен әкесіз, жетесіз кеткен сүмелі. Кімге кездескенін білмей тұр екенсің. Мен сенің әкең, мен сенің әкең. Әкеңді танытам. Әкеңді танытам. Иттің ғана баласы. Рас көк. Рас иттің баласын. Мен анамның құрсағында болғанымда әкемізде оңған адам болмаған көрінеді. Қалай деді? Сондықтан да мен иттің баласымын. Қалай? Құрсағында дедің ба? Биыл оқуға сенсіз. Кейін мен сенің артынан асықпа елесермін. Жоқ, биыл оқуға сенсіз. Мен? Анеке мен? Ал мен
Рас айтасың ба? Рас айтамын. Юрист болғанымда дейсің бе? Мария, сен білесің бе, сен тура менің ойымдағыны айтып тұрсың ғой. Мен бар ғой, Мария. Сені ғұмыр бойы бақытты ету үшін. Мен бәріне дайынмын. Біз бәріне дайынбыз, Мария. Бұрынғыңнан да 10 есе, 100 есе, тіпті миллион есе сұлусың. Саған мынау табиғат аясы, тау ауасы сондай жағады. Сен білесің бе? Сен табиғат перзентісің! Yok болар. Мені соншама мақтай берме. Ол, ақ басты алатауым. Естимісің қуаныштан алып шыққан жүрегімнің дүрсілін. Ол жүрек тек қана Мария деп қана соғады. Мария! 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 О құдіретті көк аспан, о қасиетті қара жер, асып тасты деме. Біз қуаныштан естен адаса жаздаған жандармыз. Біз бақытқа мас болған, жыбы жарасқан жас жұбайлармыз. Осы қуаныштан айырма, киелі көк тәңірі. Осы бақытымызды көп көрме, қасиетті жер аспан. Такси! Аға, біз ала кетіңізші. Аға, біз ала кетіңізші. Кешіріңіз аға. Біз екеуміз ғана аға. Екеуміз ғана аға. Өтінеміз. Аға, өтінем, ала кетіңізші бізді. Қайраш, Ау, бізде ақша бар ма? сенде ақша жоқ па не? Аға, сағатты айтпаймыз сізге. Рахмет аға. Аға, біз қазір қайтпайтын болдық. Жүре беріңіз, жолыңыз болсын аға. Кешіріңіз аға. Кешіріңіз аға, біз міндетті түрде мінеміз. Мінеміз аға. Қайраш, сағат сұрап сасқаның ба? Сасқаным рас. Мәрем, білесің бе? Мен осы көгілдір көк таксиді көрсем, мүмкін келеді де тұрады, мүмкін келеді де тұрады. Қайраш, сен бар ғой, сен менің тұп-тура ойымдағым айтып тұрсың. Мен көгілдір көк таксиге мінсем, Алматының ол шетінен бұл шетіне, бұл шетінен ол шетіне шықсам, асықпай араласам деп армандаймын. Армандайсың ба? Шиқ. Бұл не? Екеуміздің көгілдір көк таксиіміз. Отыр. Шыдан. Мария, көлігің қысылып қалды. Шиқ. Дыш. Чин. Әжептәй тұрыңыз, басып кетеміз. Әжептәй шоқытпен жүрмейсіз бе? Қайрош, ауыл неге көгілдір? Әдетте таксидің шамы жасыл болмай ма? Бола берсін. Мария, қазақта келі құстың, аққудың балапан көгілдір деп атаған. Енді ол көгілдір такси екеуміздің, тек қана екеуміздің көгілдір көк арманымыз. Саған бір сұрақ қойсам, тек шыныңды айтасың. Әрине шыныңды айтамын. Әлгі көгілдір көк таксиге
Біздің балаларымыз да міне ма? Міндетті түрде міне. Немерелеріміз ше? Немерелеріміз де. Кішкентай шөберелеріміз ше? Кішкентай шөберелеріміз де міне. Бәріміз мінеміз. Қайке, Көтере алмасаң неге көтересің? Енді жақсы көрген соң көтергенім ғой. Қайрош, әлгі ғашықтар сияқты болайықшы. Болсақ болайық. Мысалы, Ромео мен Джульеттадай. Қозы мен Баяндай. Ләйлі мен Мәжнүндей махаббатымыз мәңгілік. Өлсек. бір көреміз. Онда кім бірінші? Мен бірінші. Мен бірінші. Әнеке. Чүн-чүн-чүн-чүн. Әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Сонымен сен маған есірткен саған берген, сенен алмақ болған кісілердің ат жөнін атап бер. Білмеймін ағай. Білмейсің бе? Білмейсің сен. Қайта сұрайын. Әкең қайда? Мен туған күні қуаныштан жүрек жарылып өліп кетіпті. Туаса әкесін жалмаған жалмауыз бұнде. Ал сенің шешен қандай сормаңдай, қылмыскерлермен күресетін болашақ әділет сарбазына сен ауыл мен ауылдың арасын өлім төгіп көше-көшеге у жайдатып жүрсің. Сіз ше? Сіз не істеп жүрсіз? Мен сен сияқты бау көшпес сұмырайлармен, анархистермен, наркомандермен айқасып шайқасып жүрмін. Бәрі жалған. Сіздің айқастым, шайқастым деуіңіз тек қана дақылаттың сөзі. Ал өмірде бәрі басқаша ағай. Мысалға мен адал жұмыс іздемеп пе екем? Сол жұмыстан даладан қалаға ағылып келіп жатқан, үйсіз, күйсіз жүрген қара домалақ қазақ жастары іздемеп пе екен? Сенің тілің шыға бастады. Шиқаныңызды қазсам кешіріңіз ағай. Бірақ екі қолға бір күрек дейтін кешегі тоқмейлі күннің жоғалған сіздер шынымен ескермейсіздер ме? Бүгінде оң қолға бір күрек жоқ. Профессорыңның өзі базарда Қытай тапчикасын сатып отыр. Әркімнің маңдайына жазылған өз табаны бар. Әр семья кішігірім мемлекет, өз тірлігі өзінде. Әр семья кішігірім мемлекет болса, онда қаншама мемлекеттің жұмыссыз отырған ойланбай ма сіздерді? Қазақстанда не көп? Жер көп, егін ексін, мал өсірсін, жұмыс істесін. Осы сіздің айлығыңыз қанша? Немене? Айлық, жалақы. Немене, бұл не? О, бұл не, допрос ба? Жоқ, кішкене информация алмасып болсын дегенім ғой. Информация алмасу? Ну, қалай десем? Ну, 100 мыңның үстінде. 100 мың. 100 мың. Жұбайыңызшы. Ол үйде әйелеріңа бала тәрбиесінен басқа қажетті еш нәрсе болмау керек. Сонда сіз қатардағы полковник 100 мыңдық айлықпен қызыңызды Лондонда қалай оқытып? Ой, сенен адым менің жасыма, менің орныма, мына менің қызметіме жетіп ал. Ал жеттім делік. Сонда қаларың 100 мың теңге бе? Ол немене жетеді? Сенің мұрнына қақаның иісі көрініп тұр ғой. Рас, иістігілі қиқыңыздың дыбысы да таныс. Ол не біледі? Қақаның коммерциялық құпия екенін білмесең, анау заң академиясында қалай оқып жүрсің? Қиқыңыздың осындай қитұрқысы бар деңіз. Анау тау бөктерлеген қабат осқырынған особняктар, көшедегі жаяуды таптап кетердей ысқырынған мерседестер, алау жалаулы неон шамдары көз қарықтырған жекеменшік сорайған гипермаркеттер, маңқиған мейрамхана. Осының бәрі сол коммерциялық құпияның құдіретінен туған киімшең балалар деңіз. Олар ауылдан келеміз. Қала жұмыс берудің орнына дүрдейіп шотасын тосады. Еріксіз ұрлық жасаймыз. Шарасыздықтан кісі тонаймыз.
алып сатарлықпен айналысамыз. Қыздарымыз анау. Көше-көшеде тәнін саудалап, жанын жалаңаштап, проституциямен айналысып жүр. Әне, сіздің қақыңыздан мүлден бөлек. Біздің қаққа. Сенің сөзің дүзік. Ісің бұзық жігіт екесің. Міне ағай, біздің құпиямыз да осында ғой. Қалай дейсің? Құпия? Құпия. Қайрош! Қайрош! Ау! Қайрош! Сені үйіме шақырғаныма ренжімейсің бе? Жоқ, ренжімеймін. Осының бәрін мен үшін дайындадың ба? Осының бәрі сен үшін. Рахмет. Қайрош, менің саған азын-аулақ сыйлығым бар. Мынау саған. Қайрош, ал сен музыка тыңдайсың ба? Менде Beatles хиті бар. Тыңдауға болады. Мен қазір. Ай, ладно, Beatles потом. Ал мынау дегенің француз хиті. Папам Франциядан алып келген. Тыңдай. Қыз. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur. Қар жауып тұр. Бүгін бізде де қар жауып тұр. Қандай сәтті үйлесім десеңші. Мен айтсам, француз сөзімен сазы қазақтарға келеді ғой. Француз тілі, махаббат тілі деген. И бізде де солай емес пе, Қайрош? Я. Клара, сені биге шақыруға бола ма? Давно пора. Impassible manège. La 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 la. Сен сондай сұлусың, сондай көріктісің. Рас па, Қайрош? Ал сен группадағы ең қатал, бірақ әділ старостасың, Қайрош. Енді мен құрылысшымын ғой. Сондықтан да қаталмын, сондықтан да әділмін. Исің қандай тамаша, Клара. Қайрош, менің артымнан көз тастайтындар көп. Ухажерлар деген көп. И чем больше воздыхателей, тем больше я чувствую себя одинокой, Қайрош. Клара, орысша сөйлемеш, түсінбей қалам. Шампан шикші. О! Сен шампаншы. Ал мен құрылысшымын ғой. Сондықтан да ақ арақ ішейін. Қазір. Мінеке. Мадам. Мсье. Қайрош. Брудершафт. Дершафт. Колхозник. Қайрош, сен білесің бе? Я? Мен бірінші рет жігітпен отырмын. Ага. Егер папам көрсе, я не знаю, что с ним будет. Инфаркт алуы мүмкін. Он блюститель моей невинности и чести, Қайрош. Қандай қатал десеңші? Қатал емес. Ол Қатардағы республикалық көлемдегі министр ғана. Сен папам министр ме? Я.
Қайраш, немене министрлер соншама құбыжық па? Қайраш, мен саған бір құпия айтайын ба? Қайраш, мен құпиям. Ой, сен Клара емессің. Атам қойған. Потом почему-то мама Клара деп кетті. Так что Клара, құпия, Клара, это я. Сен менің ғана құпиямсың. Сен менің ғана Кларамсың. Рас па, Қайраш? Мен саған шынымен ұнайын ба? Иә. Клара, енді сен біздің курсқа жаңадан ауысып келгенде, саған басында онша көңіл бөлген жоқ болатын. Неге? Енді Не үшін? қыздың бәрі қыз дегендей. Ба? Иә, бірақ сенің мөлдіреп тұрған көздерің, шиедей қып-қызыл ернің, дөп-түзу дөп-түзу аяқтарың тықылдап келе жатқан кезде курстағы жігіт атауының бәрі саған көз сығып қарап қалатын. Ал мен қызғанатым, әлде қызғанам. Қайраш, ну неужели мен сондаймын? Сенен кеткім келеді, бірақ кете алмаймын. Ал мен саған кет демеймін, Қайраш. Билейікші. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Қайраш! Бірақ сенің семьяң бар. Балаң бар. Елім бар, бақытжаным бар. Сен кешір мені, Клара. Кешір, Клара. Қайраш! Кетпес өтінем, Қайраш. Білесің бе, мен сені ешкімге де қимаймын, Қайраш. Мына 4 бөлмелі пәтер ұнай ма сенікі болады, я? Есік алдында қара Волга ол да сенікі. Карьера бәрі де болады, Қайраш. Қайраш, бүгін екеуміз таң атқанша билейміз. Одан соң ғұмыр бойы құшақтасып, аймаласып өтеміз. Мен енді сені ешкімге де бермеймін, Қайраш. Ешкімге. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Сендердің құпияларың. Иә. Қазір әркім өз секретімен, өз құпиясымен өмір сүретін заман болды. Сен заманда емес, өзіңді кінәлә өзіңді. Кінәні заманға, ситуацияға уақыт қарту, ол осалдың әлсіздің ісі. Құлыным, Неге тұрып кеттіңіз, мама? Құдай-ау. Сұмдық мынау не? Сені кім сабаған? Мынау не сұмдықтар? Бәрі жақсы, мама. Жарым, қарның ашып қалған. Күнім, менің ендігі арманым сенің жүдегеніңді көрмей өлсем. Сіз кімсіз? Жақынсыз неге кіресіз? Танымай қалдыңыз ба, Қайыржан Ахатович? Я танымайсыз. Қалай танисыз? Иә. Кім боласыз? Құдайым. Мария. Святая Мария. Мынау Бақытжан ба? Рас сол ма, Мария? Құдайдан жасырмағанда адамнан несін жасырайын? Бұл Бақытжан.
алдыңда тұрған сенің әкең, құлыным. Осы жылдар бойы оның әкесі де, шешесі де өзім болдым. Енді міне, мынандай ыңғайсыз жағдайда кездестік. Я, сол түні таң атқанша жапалақтап қар жауып тұрып еді. Сол түні мен сені кірпік ілмей терезенің алдында тосып едім. Ал сен келмедің. Қалай келейін? Келуге бетім болмады ғой мен. Сен маған адалдықтың, тазалықтың үлгісі болмаппен. Сен мені кешірмес деп ойладың, Мари. Ай, Қайыржан ай. Қайыр-ошай. Сен қай уақытта келсең де, қашан келсең де сені кешіретін едім ғой. Бақытжан екеуміз сені кешіретін едік қой. Ал сен... Жоқ, сен мені түсінбеген екенсің. Мен осы жылдарда сені бір сәтте ұмытқан емеспін. Ал сен келіп қалама деп, көктем сайын, ең алғаш жаңбыр жауғанда, Бақытжанымды жетелеп алып, екеуміздің ең алғаш кездескен алаңға барып, сен ұзақ тосып отырушы едің. Ал сен келмедің. Сен хабарласып қалама деп, басыма телефон жастап жататын едім. Сені ойлап, жастығымды жасым ашылаған түндерім қаншама. Ал сен келмедің. Сен екеуміздің көгілдір таксиімізге басқамен отырдың да, мені шаңдарыңа көміп кеттің. Мен сол түні өзімнің арманымды, өзімнің махаббатымды, өзімнің бақытымды ұрлатқан екен. Бақытын ұрлатқан сен емес, мен екен. Сендерден ажыраған мен бейбақпын.
келсек, бір көлеміз деуші едік ау. Есіңде ме? Ромео мен Джульетта, Қозы мен Баян. Есімде. Сіз азамат емессіз бе? Тізеңізді бүкпеңіз. Мен бақыттымын. Шын айтам. Сендей азаматты шын сүйдім. Өмірге ұл әкелдім. Мына бір айықпас дертке шалдығып, мені есіктің алдында дәрігерлер тосып отыр. Бақытжанымды өзіме тапсырдым. Рас айтамын, мен шын бақыттым. Қайыруш. Ар жазасы, жан қазасы. Сен мені кешіргенмен, мен өзім кешіре аларым едім. Мари, Құдайым ай десін. Құдай, Allah'ım beri жақындар. Sen meni... Men ұсталғанадамын. Қылмыскермін. Жоқ, сен қылмыскер емессің. Қылмыскерлер аналар, мен оларды анадайдан танимын. Сенің жаның таза, сезімің пәк таза жансың. Бақытжан, сен менің баламсың. Жоқ, менің емес. Дос бол. Дос бол атаңның баласы. Дос бол атаңның. Не істеп тұрсыз? Полковник. Бақытжан, сен кінәлі емессің. Сен ешкімге де
Cevap da vermeysin. Seni katelesi ustagan. Endi men seni bo'shatib turdim. Ovoz bo'lsa men seni kechirib o'tmayman, balam. Полковник. Elimizden yerken azamatda bir bakıt yok. Dost bolup bakıtcan, kayırcan ula. Ya, formu giygenlerin bari kınalı, bari kınasız emez. Sonduktan bugün formu giygenlerin atla. Balalarını taslagan ata-analarning atlan sendey taza jonga kuduk keltirip kol götürgenim üçün kechirim ötmeyen bala. Bakcan. Buna jurtun aldına. Sizlerge şöyle terbiye bir almaganmış. Birim tök almaganım üçün diye kechirim ötmeyen Allah'ım. Kechirim. Kechirim.